Ұйқы кезінде біздің денеміз дем алады. Ең бастысы, ұйқыдан кейін сергек және демалғаныңды сезіну маңызды. Бұл дененің бір түнде толық дем алып, қалпына келгенін көрсетеді. Ұйқыға қандай факторлар әсер етеді? Қалай және қай қалыпта дұрыс ұйықтау керек? Арнаны ауыстырмаңыздар. Осы сұрақтың барлығына жауап алу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз қалай ұйықтаймыз? Неліктен адамға ұйқы қажет? Орта есеппен біз өміріміздің жартысын ұйықтайды екенбіз. Шындығында ұйқы адамның қалыпты өмір сүруі үшін өте маңызды. Ал бұл дененің күн мен түнінің өзгеруіне байланысты табиғи реакциясы болып табылады. Қараңғы уақытта ұйқы кезінде мелатонин, демалыс гормоны бөлінеді. Бұл гормон бізді ұйықтатады, күнделікті циклды реттейді. Қандағы мелатонин денеге түнде демалуға мүмкіндік беру үшін қараңғыда адам міндетті түрде ұйықтау керек. Ал бұл гормонның төмендеуі және дұрыс өндірілмеуі метаболизмнің бұзылуына, тіпті онкологияға, сондай-ақ тітіркенуге, психикалық бұзылуларға, семіздікке және де басқа да ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Ұйқы кезінде бір күнде жинақталған ақпарат өңделеді. Барлық байланыстар талданады және қалыптасады. Ми жаңа ақпаратты қабылдау үшін қалыпқа келеді. Сонымен біздің қажеттілігіміз ұйқыға жалпы байланысты. Сонымен қатар ұйқының иммунитет үшінде маңызы зор. Лимфоциттердің өндірісі дәл түнгі демалыс кезінде пайда болады. Ал нашар демалу жиі суық тиюге әкеледі. Ұйқы кезінде бір күнде жиналған токсиндер мидан шығарылады. Нейрондық мембраналарда сұйықтықтың толық алмасуы жүреді. Енді ұйқының не үшін қажет екендігі түсінікті болған шығар. Бұл барлық органдар үшін демалу ғана емес, сонымен қатар тазарту, иммунитетті қалыпқа келтіру және бір күнде алған ақпаратты жалпы құрылымдау үшін. Қашан ұйықтау керек? Қараңғы кезде ұйықтау аса маңызды. Мелатонин өндірісінің шыңы түнгі сағат 2-де болады. Ал сіз кем дегенде 2 сағат бұрын ұйықтап кетуіңіз керек. Қанша ұйықтау керектігі адамның қажеттіліктері мен жеке ерекшеліктерімен анықталады. Біреуге 5 сағаттық толық ұйқы жеткілікті. Үлкен жүктемеден немесе бірнеше ұйқысыз түндерден кейін ересек адам 12 сағат ұйқыға дейін ұйықтай алады. Бірақ жаңа туған нәресте күніне 20 сағатқа дейін ұйықтай береді. Ұйқы ауыспалы кезеңдерден тұрады. Жылдам не баяу. Мұның бәрі ұйықтау кезеңінен басталады. Дәл осы кезеңде біз қандай күйде ұйықтайтынымызды таңдай аламыз. Жылдам ұйқы кезеңінде дененің өзі ыңғайлы позицияны таңдайтыны түсінікті, бірақ бастапқы таңдау адам үшін көп нәрсені білдіреді. Қалай ұйықтау керектігін таңдаңыз. Күндіз өзіңізді қалай сезінетініңіз түнгі ұйқы кезіндегі жағдайға байланысты. Ал ұйқысыздықтан зардап шегетіндер үшін бірнеше жақсы кеңестер бар. Ұйықтар алдында жеген бір қасық бал оңай ұйықтауға көмектеседі. Психологиялық әдістер де көмектесіп жатады. Ұйықтар алдында шөп шайын немесе жылы сүтті ішу сияқты тәртіпті сақтаңыз. Бір уақытта ұйықтаңыз. Бұл сіздің денеңізге күнделікті жақсы ұйықтауға көмектеседі және сіз тезірек ұйықтайтын боласыз. Бірақ ұйықтар алдында гаджеттер немесе теледидар қарауға мүлдем болмайды. Ұйықтар алдында шыпылықтаған суреттерді көру мидың ақпаратпен шамадан тыс жүктейді және ұйқысыздықты тудыруы мүмкін. Денеңіздің орналасуы және төсегіңіз таңертең қаншалықты демалып тұрғаныңызды анықтайтын болады. Бізде ұйықтайтын 3 позиция бар: арқада, бүйірде және іште. Олардың қайсысы демалуға көмектеседі? Жеке қарастыратын боламыз. Біз сізге ұйқыны мүмкіндігінше ыңғайлы және денсаулыққа қалай дұрыс ету керектігін ұсынатын боламыз. Бірінші позиция – арқада ұйықтау. Қазірдің өзінде атаудың өзі туралы айтады. Арқадағы ұйқы ең табиғи. Бүкіл дене босаңсытады. Омыртқа аралық дискілер осы қалыпты ыңғайлы созылып, сұйықтықпен толтырылады. Сіз таңертең кешке қарағанда сәл жоғары екендігіңізді байқадыңыз ба? Бұл жағдайда ұйықтау терінің жақсы жастығын сақтауға көмектеседі. Сондықтан ұйқыдан кейін әжімдер мен қыртыстар болмайды. Бұл поза рефлекс немесе күйдіргішпен ауыратындар үшін де қолайлы болып келеді. Асқазанның жоғарғы жағында тамақтың ауырсынуы сирек кездеседі. Дегенмен, мұндайда кейбір мәселелер бар.
тыныс алу жүйесіне байланысты аурулары бар адамдар үшін арқада ұйықтамаған дұрыс. Матрас тым жұмсақ болмауы керек. Әйтпесе түнде демалған омыртқаның орнына кеуде аумағында ауырсыну, тіпті невралгия пайда болуы мүмкін. Ісуінен зардап шегетіндер үшін және ыңғайсыздықтан ұйықтай алмайтындар үшін аяқтың төменгі жағына жастықты тізеден аяққа дейін қоюға болады. Бұл сұйықтықты төменнен жоғары қарай ағуын реттеуге көмектеседі және веноздық клапандарға дем алуға мүмкіндік береді. Егер белдегі ауырсыну ұйықтауға кедергі келтірсе, онда астына артқы елу формасын қайталайтын кішкене матаны домалақтап қойыңыз. Бұл жүктемені таратуға көмектеседі және сіз тыныш ұйықтайтын боласыз. Жастықты таңдағанда орташасын алу керек. Ол тым жұмсақ болмағаны дұрыс. Жұмсақ жастықта бас артқа қарай құлап, тіл көмейге жақын болады. Бұл позиция қорылдауда да және ұйқыда тыныс алуды тоқтатуы мүмкін. Жастық тым жоғары болмауы керек. Әйтпесе мойын ауруы, мойын хондрозы және миды тамақтандыратын маңызды тамырлардың қыстырылып қалуы пайда болуы мүмкін. Бұл өз кезегінде ми жасушаларының оттегі ашуына әкелуі мүмкін. Демек, созылмалы шаршау, қысымның жоғарылауы немесе төмендеуі, бас айналу немесе мигренге әкеліп соғуы ықтимал. Сондықтан жастықты дұрыс таңдаңыз. Сонда сіз жатқанда бас дене деңгейінен сәл жоғары болады және артқа құлап кетпейді. Арқада ұйықтау дұрыс қан ағымын орнатуға, омыртқаға жүктемені азайтуға көмектеседі және ас қорыту жұмыстарының түнгі жұмысына кедергі келтірмейді. Ал мұндай ұйқы күйінен жүректің жұмысы зардап шекпейді. Екінші позиция – бүйірдегі ұйқы. Көптеген адамдар бүйірімен ұйықтайды. Ол сондай-ақ арқадағы ұйқы сияқты омыртқаны, әсіресе бел аймағын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сондықтан жүкті әйелдер бүйірдегі ұйқыны жақсы көреді. Рас, бұл позиция әркімге жарамайды. Егер сіз осы қалыпты ұзақ уақыт қозғалмай жатсаңыз, олар бұлшық еттерді тартып, ауырсынуды тудыруы мүмкін. Қай жағында ұйықтау маңызды? Сол жағында жүрек қан тамырлар ауруы бар адамдар ұзақ уақыт жатпағаны жақсы. Бұл қан ағымының жүрекке қарай жылжуына және оған жүктеменің жоғарылауына әкеледі. Бірақ асқазан проблемалар бар адамдар үшін оң жақта ұйықтау ұсынылмайды. Бұл тамақ қалдықтарының өңешке ауысуына және жағымсыз сезімдер әкелуі мүмкін. Бүйірде қорылдайтын адамдар ұйықтауы керек. Бұл позицияда тіл көмейге батпайды. Егер сіз тіпті бүйіріңізде жатып қорылдасаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралуыңыз керек. Сіздегі мұндай обструктивті ұйқы апноэ синдромы болуы мүмкін. Бүйірдегі қорылдау жүрек проблемаларын көрсетеді. Бүйірдегі ұйқыны ыңғайлы ету үшін жастықтың оңтайлы биіктігін таңдау керек. Ал ол иық деңгейінде болуы керек. Бұл мойынның ауырсынуын және жұлын дискілерінің дұрыс орналасуын жеңілдетеді. Арқаңызды туралаңыз. Бұл омыртқаның бүйірлік деформациясын азайтуға көмектеседі. Сондай-ақ ұйқы кезінде омыртқа мен буындардағы стрессті бүкіл денеден өтетін арнайы жастықтың көмегімен азайтуға болады. Ол әдетте декреттік бөлімдерде сатылады. Сіз аяғыңызды жастыққа қойып, оны бүйір мен мойынның астында қоюға болады. Үшінші позиция – үште ұйықтау. Әдетте шектің проблемалары бар адамдар үште ұйықтайды. Бұл позиция кейбіреулерден жеңілдік береді. Барлық жағынан іш қауіпсіздік сезімін тудырады. Бұл поза мазасыз адамдарға жарайды. Шындығында асқазанда ұйықтайтын адамдар өте аз. Іштің орналасуы біздің денеміз үшін ыңғайлы емес. Іштің ішкі мүшелері қысылып, ұйқы кезінде мойын табиғи емес түрде бүгіледі. Егер сіз әлі іште ұйықтаудан бас тарта алмасаңыз, онда оны аздан қауіпсіз етуге болады. Іште ұйықтайтындардың жастығы төмен болуы керек. Сіз оны толығымен алып тастасаңыз да болады. Бұл мойынның деформациясын азайтады және жағаның аймағындағы бұлшық ет кернеуін азайтады. Қабыну және асқазан жарасы бар науқастар үшін сіз асқазанда ұйықтамауыңыз керек. Қарынның қысылуы, рефлекс, күйдіруге және ауырсынуға әкеледі. Іште тыныс алу қиынға соғады. Жүректің жұмысы да нашарлайды.
қан ағымы мен лимфа ағымы бұзылады. Ал бұл төсек қиғаштығына байланысты беттің немесе аяқтың ісінуіне әкеліп жатады. Жалпы бұл жайлы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам іште жатудың зияны туралы текке айтпаған болатын. Жалпы жақсы ұйықтау үшін күніне 12 сағат ұйықтаудың қажеті жоқ. Ол үшін бірнеше қарапайым ережелерді сақтау керек. Бірінші, сіз қандай күйде оянғаныңызды байқауыңыз керек. Егер сіз оянып бір қалыпты ұйықтап жатсаңыз, оның астына матрас пен жастықтар еттеңіз. Екінші, ұйықтар алдында бөлмені желдетіп алуды ұмытпаңыз. Артық көмірқышқыл газы ұйқышылдыққа әкеледі, бірақ қалыпты демалуға мүмкіндік бермейді. Үшінші, бір уақытта ұйықтаңыз. Әдетте кейде бұндай әдіс созылмалы ұйқысыздықты жеңуге көмектеседі. Төртінші, ұйықтайтын бөлмені қыздырмаңыз және қатты суытпаңыз. Бесінші, ұйықтар алдында қандайды бір рәсімді жасасаңыз, бұл ұйқыға дайындалуға және тез ұйықтауға көмектеседі. Сондай-ақ қоршаған ортаның температурасы сау ұйқы үшін өте маңызды. Алтыншы, жарықтың түсуін болдырмаңыз. Мелатонин гормоны тек қараңғыда өндірілетінін ұмытпаңыз. Бұл толық дем алуға көмектеседі. Ал егер ұйқы кезінде жарықты жою мүмкін болмаса, ұйықтау үшін көз таңғышты қолдансаңыз болады. Жетінші, күндізгі ұйқыны болдырмаңыз, әсіресе түнде ұйықтай алмасаңыз. Толық ұйқы физикалық және психикалық денсаулықтың көптеген мәселелерін шешуге көмектеседі. Сол себепті демалысты мүмкіндігінше ыңғайлы ету үшін сіз тек өзіңізді және қажеттілігіңізді тыңдауыңыз керек. Ендеше біздің кеңестеріміз сіздерге көмектесті деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғысымызды білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.